ішкен шарап бойымды балқытып, ойыма бір өлең оралып отыр. Әнелеріме соны айтып берейін. Үлкен аға, кішіні, қадырменді туыстар, көңілімді білдіріп, ұсынам шарап алыңдар. Қорғап қара халықты, ел іргесін қорғайтын, сыртқы жауды тазарту менің асыл мұратым. Ай мен күндей тұрса да, адалдығым жарқырап, сұм уәзірлер патшаның бұрмаладау алдынап. Төрт көзбенен күтемін, патшағзам жарлық берсе деп, жай табады көңілім, елдесер болсақ ертерек. Қашан көрсең елдесу дейді. Әділетшіл аға, елдесуді аузыңыздан тастамайсыз. Інілеріңіздің көңіліне қаяу түсуден алаңдамайсыз ба? Ой, елдесейік, елдесуің адыра қалсын. Қара жойпан, тағы бейбастақ кетуін. Келіңдер, мана қара жойпанды алып шығып, басын шоқтасыңдар. Аға. Әй, қоя бер. Сүйреме, өзім жүраламын. Аға, өзіңізден басқа, ешкімге де мойынсор емеспін. Өлтірем десеңіз де кек сақтамаймын. Турап тастаймын десеңіз де мейлі. Тәңірден қорқпасам да, сізден қорқамын. Ей, бет алды сөйлеме. Аға, ашуыңызды басыңыз. Ол көп шық бойды. Мастықты айтқан сөзін кешіре салыңыз. Байбатшам, отырыңыз. Келіңдер, мана қара жойпанда барып қамап тастаңдар. Тағы да чырқымызды бұзып жүрмесін. Қоя бер. Өзім жүр аламын. Аулақ жүріңдер. Бізде жай-жайымызға кетіп, өз жөнімізді тауып алсақ болады екен. Інілерім, сендерге жүрек сөзімді айтайын. Патшағзам өте кемеңгер. Ол залым уәзірлердің кесірінен алданып отыр. Түбінде біздің тәңір жолын ұстанғанымызды біліп, елдесуге шақыратын болады. Ел үмітін ақтап, тарихқа атымызды қалдырайық. Мен маспын. Мас болып қалдым. Қайта берейін. Менде мас болып қайтайық. Қайтайық. Ағада мас болып қалды. Ол кісіні апарып қояйын, дем алсын. Аға, жүріңіз. Қайтып барып дем алыңыз. Елдескені орысын. Қара құйын! Әрең таптым ғой. Аға! Ой, пырай!
Аға, қашпа деймін. Ойпыр-ай. Болды, қашпаймын. Қашпаймын. Неге қашпайсың? Шаршап кеттім. Аға, тағы қашсаңшы. Әй, Янчиң, шаршамайсың ба? Мені түнімен қудың. Қайтайын деп едің сонда. Қайтушы едім. Сені тауға алып қайтамын. Қайтпаймын. Сені Сұңжаңаға жіберген шығар. Әрине, қоштаспай кетті деп ренжіп жатыр. Дереу барып, ол кісіден кешірім сұра. Неге қайтамын, а? Оның екі сөзінің бірі елдесу. Оған жігіттердің бірде-бір қарсы келуден қорқады. Мен оған бірер ауыз шындықты айтып едім, а? Басыңды аламын деп кіжініп шыға келді. Ежелден бұндай қорлан көрмеппін. Онан да етекке түсіп, ит ұлықтардың басын шапқанға жетері жоқ. Әй, қара жойпан, әдепсіздік істеме. Ең жақсысы, менімен бірге тауға қайт. Қайтпаймын. Қайтқың келсе, өзің қайта бер, ә? Мен қайтпаймын. Қайтып барсам, басымды алып жүрер. Оған басымды қимай отырмын. Қайтпайсың ғой, ә? Қайтпаймын. Қолымда қос айбалтам бар, кімнен қорқамын? Қайтпаймын. Аға, рас қайтпайсың ғой. Қайтпаймын. Жарайды, онда мен кеттім. Қайтып барған соң, қара құйын әбден есіріп алыпты. Ақылыма көнбеді. Жазалануға тиіс екен деп мәлімет етемін. Әй, Янчиң нешек? Янчиң нешек? Мені қоя бер. Саған айтатын сөзім бар. Қоя бер мені. Қоя беруіме болады, бірақ шартыма мақұл боласың. Шарт дейді? Алдымен мені қоя бер. Мақұл боласың ба жоқ па? Жарайды, мақұл болайын. Мақұлмын. Сөзіме құлақ сал. Бірінші, тауға дереу қайтасың. Екінші, жолда пәле шығармайсың. Үшінші, ымырт үйірлік беледі. Қонал қыз дейміз. Басқа біреуші жасанып аласың. Осыға мақұл боласың ба жоқ па? Бұның... Не болды? Мақұлмын, болды. Не десең де мақұлмын. Мақұлмын. Рас айтасың ба? Рас айтамын. Жарайды, мақұлмын. Аға. Тым қаты кезекенсің. Янчиңінім, бүгін мені жерге жықпасаң да, саған еріп тауға қайтушы едім. Не үшін? Өйткені сен менің жақыным емессің бе? Сұңжаң аға мен топты батырлардың алдында қалай ұятқа қалдырайын? Олай істесем, ит болғаным ғой. Дұрыс айтасың, жөн біледі екенсің. Янчиңінім, сенің үш шартыңа көндім. Енді менің де саған айтар сөзім бар. Айта бер, естіп ап бірдеңе дейін. Айтсам, мазақтамайсың. Айта бер, мазақтамаймын. Айт. Менің мына қос балтамнан басқа екі жұдырығында осал емес. Бірақ шыны керек, сенен қорқамын, Янчиңінім. Алыса кеткенде алып та шалып та жығады екенсің. Маған әдісін үйретіп қойшы. Бекініске барғанда кереметімді бір көрсетіп қояйын. Бұл ойың болады екен. Десе де бұл тума қасиетке байланысты. Күресу үшін күш болу керек. Әйтпегенде айбар көрсетем деп, өзің жазым боласың. Әлгінде қалай жығылғанға келші. Янчиңінім, мен де сенің үш шартыңа түгел көндім. Сен де менің үш шартыма мақұл боласың. Әлгінде біреу еді ғой. Әлгінде біреу болса, енді үшеу болды. Біріншісі, тауға барған соң маған палуандықты үйретесің. Екіншісі, әлгінде жығылғанымды ешкімге де айтпайсың. Енді үшіншісі... Не болды? Ойланып болған соң айтайын. Әттең қара жойпын ау.
мені жеңе алмасаң, шарттарыңа қалайша мақұл боламын. Әлгінде үш шартыңа мақұл болған екем. Айтқанымды екетпей орындаймын. Айтқаныңды рас орындайсың ба? Рас. Жарайды, келістік онда. Жарайды. Күнге ешкіріп барар екен. Жүрейік. Жүрейік. Бол тез. Янчин, сен де мені тастап қашып кетпексің бе? Леу шаңырақ екен, осында қонайық. Жүр, осында қонайық. Әй, аға. Аға. Ой, бой. Аға. Қайтпексің. Қозғалмай тұр. Ой, бой, балтамды неге аласың? Әй, біреуді шауып тастайды ғой деп бедің? Аға, беліңе балта қыстырып, ақырып жетіп барсаң, өш алғалы келген біреу екен деп, шошып қалмай ма? Мақұл, мақұл. Әй, дегенмен құнтты жігіт екенсің. Айтшы, енді қайтеміз. Аға, бақырып шақырып жетіп барғанда, үй иесі шошып қалса ғой түк етпейді. Жамбылдың адамдар біліп қалса, үлкен пәлеге қаламыз. Аға, менше болғанда, жай адамша жасанып алсаң, жөн секілді. Немене? Жасанып ал дейсің бе? Иә. Ой, бой, мені жасанып алатын қыз ғой деп берің? Аға, асықпа, амалын өзім табамын. Әй, ағасау, мұна шашыңа қарашы. Шашыма не болыпты? Шарпыңның шетінен жыртып алайын да, шашыңды төбіңі түйіп берейін. Шашымды түйіп тастайсың ба? Иә. Аға, қазір үйге кіргенде есіңде болсын. Балтаңды әсте көрсетуші болма, тығып ал. Мақұл, ұқтым. Ой, бой. Болды. Яншин үнім, неге күлесің? Мені жасандырған өзіңсің. Енді неге мазақтайсың? Аға, сен бір дәруішке ұқсап қалыпсың. Күлкі қысып кетті ғой. Дәруіш дейді. Дәруіште жақсы әулие ғой. Дәруішке күлуге болмайды. Дұрыс айтасың, жақсы әулие. Өзді солай. Сен кімсің? Пақырыңыздың аты Жаңшен. Саудамен айналсамын. Мынау менің ауылдасым еді. Күн кешкіріп кеткен соң қонақ іздеп келдік. Ақшамыз мол. Бір түнеймізде таңертең жолға шығамыз. Қонсақ болар ма екен? Қожайынымнан сұрап көрейін. Мақұл, рахмет сізге. Көп рахмет. Аға, дәруіш жақсы әулие болғанымен, жай бұқара көрсе қорқады. Мұны білетін шығарсың. Сондықтан артымнан ергенде абайла. Елдің зәресін алып жүрме дегенде. Әй, өтірік айтпа. Жамандық істемеген тұрсам, менен неге қорқады екен? Әй, аға, сөзіме көнбейтін болсаң сорлаттың онда. Осы үйден басқа бізде түнейтін жер жоқ. Әй, болды. Айтқаның болсын. Енді дұрыс болды. Қожайыным сіздерге үйге кірсін дейді. Қанеки? Мархабат. Рахмет сізге. Төрлетіңіздер. Рахмет. Рахмет. Жаңшеннен сіздерге сәлем. Тартынбаңдар. Саудамен айланысы азапты жұмыс қой. Сендерге арақ пен қуырмаш дайындатып қойдым. Жатар үйде дайын. Ертерек дем алыңдар. Көлдей көңіліңізге көп рахмет. Алаңсыз болыңыз. Ақшасын бір тиын да кемітпей береміз. Бұл... Әй, түкке тұрғысыз шаруа ғой. Артыңдаған адам дәруіш пе?
Әй, ол дәруіш емес. Ауылдасым еді, маған атқашы болып, шай тұздық бірдеңесін айырады. Мен өзімше оны сопы болса, сопы шапаны неге кимейді екен деп ойлаптым. Әй, мен дәруіш емеспін, бірақ дәруішке бергісіз өнерім бар. Аға, Не болды? Әй, мына ауылдасыңның өңсиқы қалай өзі? Не болды? Не болды? Маған не болыпты? аға, елді шошытпасаңшы. Ренжімеңіздер. Ауылдасым ежелден сиықсыздау еді. Мінезі дүңк. Сіздерді шошытып алдау. Әй, болды. Бәйбішені тезірек бөлмесін апарып дем алдырыңдар. Тезірек болыңдар. Кейін тұр. Енді дыбысын шығарма. Тезірек. Әй, шал! Сенің жамандық істеген жерің бар ғой. Ел мені дәруішке ұқсайды деп отырмай ма? Менен бұзақылар ғана қорқады. Аға, Не болды? әдепсіздік істеме. Леу ақсақал бізді жақсы ниетпен қондырғалы отыр. Ол кісіні әуірелесек болмайды ғой. Мен шындықты айтып тұрмын ғой. Болды енді. Леу ақсақал, сізден кешірім сұраймын. Тамаққа әуре болмай-ақ қойыңыз. Ертерек ұйықтаймыз да, таң ата жолымызға түсеміз. Әй, өстіп кете саламыз ба? Кетеміз. Әй, азамат, тұра тұр. Мына ауылдасың өз айтқандай дәруіштен де өнерлі ме? Әй, сенбей тұрсың ба? Мен өтірік айтпаймын. Осылай деші, онда отбасымызды пәледен құтқара көр. Садаған кетейін. Леу ақсақал. Құтқара көр. Леу ақсақал, тұра келіңіз. Тұрыңыз. Құтқара көріңдер. Не жұмысыңыз болса да айта беріңіз. Айт, есеңді мен алып берейін. Жарайды. Мен ерлі зайыпты екеуіміздің қызымызды көрмегенімізге ұзақ болды. Оның жатын үйіне де аттап баса алмаймыз. Не үшін? Малайлар мен күңдер жатын үйіне жақындаса болды. Жұдырықтай тастар жауып кетеді. Сонымен осы шаңырақта жын бар деген жаманатқа қалдық. Дәруіш шайқыларды шақырсам да, амалдары болмай отыр. Қызыңның жатын үйін жын албастылар жайлап алыпты дейді. Екеуіңіз қызымды құтқара көріңіздерші. Ойбай-ау, тұра келіңіз. Жағдайыңыз дұқтым. Мұнда тұрған түкті жоқ екен. Мына қосай балтам тұрғанда, ол үйдің астан кестеңін шығаратын болсам, сұмпайы болса да, жын болса да, шындығын айтатын болады. Отағас, бұл бір ғажайып іс екен. Кеңірек ойланғаным жөн сияқты. Өзіңіз айтқандай, дәруіш шайқыларда тұқыл алмағанда, мынаның қолынан не келеді ғой дейсіз? Қолымнан неге келмейді екен? Амалын өзін табамын. Әй, аға. Не болды? Біз деген жолаушымыз. Леу ақсақалға пәле тауып бермейік. Оған көмектеспесем болмайды. Шареке, қызыңыз қайсыйды? Оған мені ертіп барыңыз. Әй, болмайды. Не болды? Қараңғы түскен соң бастап барайын. Не үшін қараңғы түскенді тосамыз? Жынды үркітіп аламыз. Жан түнде шаршайды дейді екен, қызымды түн болғанда оңай құтқарасың. Ой, тоса алмаймын. Жынның сыйқы қандай екенін көргім келіп тұр. Әй, Бадыреке, тілімді алшы. Дастарханда дайын болды. Екеуің біраз тынығып алыңдар. Ол да жөн екен. Алаңсыз болыңыз. Әурлеп қоятын болдық. Тойып алып барайық. Жарайды. Яншыңыным, бергел. Қане, жесеңші. Дәмді екен. Қане, отыра қал. Жесеңші. Немене, таңдайыңа татымай тұрма? Әй, дәмді екен. Әй, қара жойпан. Жын ұстау өнерін қашан үйреніп едің? Әй, мен қашан жын ұстаушы едім. Әй, ұстай алмасаң, әлгінде қожайынға мақұл болдың ғой. Бұл қалай болғаны? Әй, оған жаным ашып, мақұл дей салдым. Бірақ жөн білетін адам екен. Дастарханды ат көпір қылып жайып тастапты. Аға, саған ескертіп қояйын. Мына арақпен асты шу ғой оңай. Қазір жын ұстауға барғалы тұрсың. Егер ұстай алмасаң, өтірікші болғаның сол емес пе? Яншыңыным, несін алаңдайсың? Мен мына дүниеде жын бар дегенге сенбеймін.
Бар деудің өзі де елді қорқыту үшін емес пе? Расында бар болса, менің мына кейпімді көрдің бе? Өзің дәруіш құсатып жасандырып қойдың. Мына түрімді көрсе, жынның да зәресі ұшпай ма? Батыр, вақыт болды. Жын ұстауға барасыз ба? Інім, осында тоса тұр. Барамын да қайтып беремін. Аға, жын ұстаймын деген ойдан аулақ бол дегенде. Шалеке, ауылдасыма қарай тұр. Жын ұстауыма кесірі тиіп жүрмесін. Мақұл. Қане, жүрек. Қанеки. Батыр, анау тұрған қызымның үйі. Батыр, Батыр. Әй, жын ұста деп әкеліп алып, жолымды неге тосасың? Батыр, жынды әдеттегі адам ұстай алмайды. Мұна бойтұмарды алып алыңыз. Бір пайдасы тиік балар. Бой, бұның қажеті жоқ. Әй, жын болып жасанып жүрген қайсысының? Шық бері! Батыр, дауысыңыз өктеп екен. Жын албасты шошып қашып кеткен шығар. Олар осы үйдің ішінде. Әйтеу сақ болыңыз. Одан қорқпаймын. Былай тұрыңдар. Жын ұстауыма бөгет болмаңдар. Әй, Батыр. Әй, тартандағына. Әй, естіп тұрсың ба? Шөнағың мұнда. Мықты болсаң шық бері. Белдесіп көрейік. Қашайық, тек бол. Ой, қоян жүрек. Екеуіміздің қайсымыз мықты екен белдесіп көрейік. Ай, балтамның дәмін татып көрің маған. Ой! Езғаш! Бұл онымен қатысыз. Ұстасаң мен ұста. Адамсың ба, албастысың ба? Қайдан келген жын албастысың? Айт, Леу ақсақалдың қызын қайда жасырдың? Жүрегім өлген, денем сау. Ғашықтық деген үлкен дерт екен. Ол екеуміздің басымыз қосылатын болса, бүйтер ме едім? Әй, Леу ақсақалдың қызы қайда деп тұрмын. Бұларыңды маған айтып қайтесің, айтасың ба жоқ па? Айтпасаң шауып тастаймын. Аға! Қоя бер мені. Қоя бер. Аға, бұл қайткенің, Әй, өлтірмесем де болушы еді. Бірақ ол маған тас лақтырды. Өлтірмей болмайды. Аға! Батыр еке жанымды қия көр. Аға! Әй, жынды ұстаған болсаң, елге көрсетпейсің бе? Леу ақсақалдың қызы әлі табылған жоқ. Ой, батыр екем ау. Мұны екеуін өлтірмесең, оның қайда екенін білесің емес пе? Мыналарды мен ұстадым. Ендігі еңбекті сен көрсет.
Оңбаған немелер, маған лесіңдер. Леу ақсақал, әлгі жынды ұстап әкелдім. Мынау дейсің ғой. Бұл үйде жын деген атымен жоқ. Бұл екеуі жын шайтанша жасанып алып сендерді қорқытып жүр екен. Жынды ғой ұстадым. Бірақ олар қызыңды қайда жасырғанын айтпай қойды. Қызым-ау, ақылың бар еді ғой. Неге бүйтесің, Сеніме істеп жүрген қылығыңдай, бізді сыйлағарың осы ма? Сен жиналмасты болып кеткені үйішімізбен алаңдаумен болдық. Түн баласы көзілуден қалдық. Ал сен мұна сіңірі шыққан емемен әмпей болып жүріпсің, осы да қылық па? Сен өзі, сені... Ақсақал, ренжімеңіз. Бір сөзді айтуыма болар ма екен? Айта бер. Менің білуімше, мына ғашықтар бірін-бірі құлай сүйер екен. Қараңызшы, қызыңыз мына жігіттен өлсе де айырылмайтын көрінеді. Үлкен кісілер ризалықтарыңызды беріп, бастарын қосып қойғандарыңыз жөн сияқты. Жақсы екен. Ақсақал, менің ойымша да солай. Екеуінің бастарын қосып қоймаймыз ба? Әке, чеше, шеше мен үшін емтиханнан қалды. Әке, бізге разылығыңызды беріңізші. Болды. Қане, Түрегеліңдер. тұрыңдар. Түрегел. Чеше. Леу ақсақал, мен жын ұстаймын деп жүріп, бір жұп ғашықтарды ұстап алыппын ғой. Ол екеуіне ризалығымды бер. Қатыгездік істеп тұрғаным емес. Бұл құдалыққа мақұл болатын болсам, Яңшандағы қарақшылар тоқымымызды тұздай құртпай ма? Әке, мен өлсем де қарақшы Сұңжанға тимеймін. Жиннен, бергел. Кім дедің? Аға, әдепсіздік істеме. Сен де естідің ғой. Артур. Аға, бой жеткен. Айтып тұрған Сұңжан дегенің Яңшандықтардың басын қосқан әділетшіл Сұңжан емес пе? Дәл сол Яңшандағы қарақшы Сұңжан. Расында Сұңжан аға ма? Аға дейді. Сонда сендер... Жасырмайын, пақырыңыз Яңшандағы янчың болады. Ал мынау Қарақұйын Ликүй деген батыр. Біз Сұңжан ағаны туған ағамыздай көреміз. Бекіністе қандай істер болып жатқаны жасырылмайтын, бірақ ағамыздың үйленбек болғанын естімеген екенбіз. Бұнда бір ұғыспастық бар ма қалай? Істеген арамдық тұрса, елге білдіруші ме еді? Мен сенбеймін. Сұңжан аға бұндай қылық істемейді. Солай, мына батыр дұрыс айтады. Үлкен кісілер, не болса да айта беріңіздер. Яңшандықтар шетінен тәң жолын ұстанған батырлар. Яңшан қопасы деген қарақшылардың апан емес пе? Оңбаған, не деп тұрсың? Аға, отағасы айтарын айтып алсын. Қой енді. Батырлар, сөзді неден бастасам болар екен? Ақсақал, мынаны көрген шығарсың. Көрдім. Онда маған шындығыңды айт. Егер Сұңжан қызыңды тартып алатын болса, оны оңдырмаймын. Батыр, қызыма ара шашы боласыз ба? Солай, уәдеден таймаймыз. Айсам әңгіме ұзақ. Алдымен отырыңыздаршы, асықпай әңгімелеп берейін. Сол күні екі салтатты қызырымызға келіп қонуды өтінді. Біреуі өзін Яңшан қопасының атаманы Сұңжан боламын деді. Енді біреуінің аты Лужишін екен. Яңшанның батырлары ғой деп сыйлап, қызымды араққа ұсыныс етуге шақырдым. Арақ ішіліп болған соң Сұңжан Лужишіннен маған тарту таралғы жіберіп, сәтті күнді таңдап, алтын күмісімен қоса қызын бекініске апарып берсін, бәйбішелікке аламын деп сәлем айтыпты.
Шешен екеуміз көңіл қосып жүрген болатынбыз. Ол емтихан беріп болған соң, құдалық айттырғалы жүрген қарашы Сұңжаңның әкемен ақылдасып, мені бәйбішелік алмақ болғанын кім білген. Сонымен Шешен екеуміз әке шешемізге білдірмей, жиналбасты болып жасанып, үйден шықпай қойдық. Түн жарымы болғанда сырттан тамақ пен тасты тасып әкеліп аламыз. Чиняң, сен. Ой, болды, қойшы енді. Сөзіңді айта бер. Осы аралықта Сұңжаң мен Лужишин осында неше дүркін келіп, бой балам салып кетті. Мына жағдайды көрген соң, олар да амалсыз қалды. Кетерінде бізді ақмақ қылмаңдар. Қыздарың табылса қайтайланып тағы келеміз деп әкіреңдейді. Содан бастап, бір жағынан қарақшы келіп қалама деп алаңдап, бір жағынан қызымызды таба алмай дал болдық. Ей, Сұңжаң қызымды тартып алмақ болды дейсің. Бұған қандай дәлелің бар? Мұна қызыл жеңді қызымның қалың малы ғой. Чиняң жым болып жасанып алмаған болса, баяғыда Сұңжаңға бәйбіше болып кетер еді. Ей! Ақсақал, алаңсыз бол. Бекініске барамын да, анық қанығына жетемін. Аға. Бұндай қызыл жеңді қай жерден табылады? Арамзалардың қолығы болса керек. Інім, бұл жұмысқа сен араласпай-ақ қой. Аға! Сіздер алаңсыз болыңыздар. Біз бекініске қайтып барған соң, бұл істің анық қанығына жетіп, қыздарыңыздың басын арашылап қалатын боламыз. Сау болыңыздар. Охо, Қаражайпан ағам қайтып келіпті ғой. Бұлай тұр. Әй, аға, сізге сәлемдесіп жатсақ сәлем алғанның орнына итересіз ғой. Інім, Қаражайпан. Адалдық сарайы. Тәңір жолын ұстанамыз. Алдағаныңды көрейін. Аға, оны тосыңдар. Кес! Сұңжаң, шық бері! Тәңір жолын ұстанамыз деп жазылған туды шауып тастаған кім? Менмін. Бүгін туыңды шапқанды қойып, андағы итбасыңды шауып тастаймын. Қоя беріңдер, қоя беріңдер. Ана ел құмар алған көстің басын шауып тастаймын. Қоя беріңдер мені. Қоя беріңдер. Ей, құтырдың ба? Құтырдым. Рас құтырдым. Басқаның екі ауыз сөзіне көнбесем де, сенің басыңды аламын дегенге көндім. Құтырған деген міне осы. Мені аялайды деп, соңынан өмір бойы салпақтап келдім. Құтырған деген сол екен. Саған еріп, осында келіп, тәңір жолын ұстанғанымды дұрыс деп біліп, залым ұлықтарға ендігәрі жалтақтамайтын болдым деп жүрсем, сені мұндай арсыздық істейді деп кім ойлаған? Сен, Сұңжаң, бүгін басымды алмайтын болсаң, сенің басыңды мен аламын. Ликөй, сен маған арсыздық істеп жүрсің дедің ғой. Айтшы ғане, сонда мен не істеппін? Қаражойпан! Біреудің қызын тартып алу үшін кісі өлтіріп өрт қойыпсың. Неге оттап тұрсың? Әділетшіл аға мен батырлар етекке түспесе, біреудің қызын қалай тартып алмақ болады? Сен тақырбас есек оған қол шоқпар болып жүрсің. Әрине жасырасың. Не дейсің? Кім қол шоқпар болыпты?
Ол неге бұлай сөйлейді? Аға, ол екеуміз біреудің үйіне түнеген едік. Сол үйдің қызын біреулер тартып алмақшы болыпты. Сұрай келсек, бұны істеп жүрген Сунжаң мен Лужишин деді. Сонымен қарақойын тұлан тұтып, осылай тартты. Лейкөй, бұл күндері етекке түспегенім рас. Сенбесең, мынау көптен сұрап көр. Рас өтірігін сонда білесің. Иә, Қаражойпан, ағамыз етекке түскен жоқ. Біреудің ағаның атын жамылып, жамандық істеп жүргені хақ. Бәріңнің ұмжымдарың бір. Елдескілерің келетіні содан екен ғой. Ертерек елдесіп, халықты қанға ақсататын жемқорлық болмақсыңдар. Не дейсің? Не деп бұлжырап тұрсың? Ағамыз мұнда іс істеген болса, алдымен мен қарсы шығар едім. Жатса тұрса, елдесуді ойлап жүрген кім екен? Сен ойлап жүрсің. Елдесуді қаламай жүрсің, мен қаламаймын. Ойлап жүрсің. Жап аузыңды. Оны қоя беріңдер. Менің елдесуді құптауым осы көптің амандығы үшін, қарабасымның қамы үшін емес. Елдесу арқылы халықты сүліктей сұратын жемқор ұлық болу тіпті де емес. Лейкөй, сен мені біреудің қызын тартып алмақшысың дедің. Мен мұны мойындамаймын. Сонда қайтеміз. Бұл оңай. Менімен бірге етекке түсіп, әлгі шалмен беттесесің. Ол шал сен деп танитын болса, онда сол жерде басыңды аламын. Қаражойпан. Жарайды. Егер әлгі шал мен деп таныса, сол арада басымды кесіп ал. Егер олай болмаса, адалдық сарайын дүрліктіріп, туды құлатқаныңа қандай жаза берсем болады? Ол оңай. Мен мына басымды қос қолдан ұсынамын. Жарайды. Маған анық бер. Берсем берейін, сенен қорқпаймын. Лейкөй, қалжыңдап тұрмаған шығарсың. Алдартыңды ойладың ба? Қаражойпан. Солай, нақтап ойландым. Сунжаң барса, ана тақырбас есектер барады. Сенен қорған ғой дейсіз. Барсам барайын. Қойыңызшы. Сунжаң, алдымен бұйрық түсір. Жігіттер етекке бұрын түсіп кетіп, әлгі шалдың отбасындағыларының зәресін ұшырып жүрмесін. Сенің айтқаның бойынша болсын. Чу! Тұр. Дәл осы ара. Аға. Еншің, сендер осында тоса тұрыңдар. Мен хабарлап келейін. Леу ақсақал, аш есікті. Аш деймін, олар ертіп келдім. Леу ақсақал, аш есікті. Аш деймін, аш есікті. Батыр, қане кіріңіз. Қожайынымыз кірсін дейді. Есікке қарай тұр, аналар кіріп кетпесін. Леу ақсақал. Батыр. Қане, Сунжаң ағам сыртта тұр. Қасында әлгі тақырбас есекте бар. Қазір осы үйге кіреді. Анықтап қара. Қорықпа. Қасыңда мына мен бармын. Мақұл. Яқшы Сунжаң болса, балтамен жайратамын да, сендерге тыныштық алып беремін. Егер ол болмаса... Онда қайтесіз? Болды. Емес болса бола берсін. Онда бекініске қайтамыз. Батыреке, шапағатыңызға көп рахмет. Бұл жақсылығыңызды өмір бойы ұмытпаймын. Болды. Осында тоса тұр. Енді кірсеңдер болады. Таныса таныды, тани алмаса тани алмайды. Ол үлкен кісі, шошытып алмаңдар. Жүріңдер, жүрсеңдерші. Жүріңдер. Леу ақсақал, қане, әлгі адамдарды ертіп келдім. Солар ма емес пе? Анықтап қара. Ақсақал, мен Сунжаң боламын. Таянқырап келіп қараңыз. Мен сіздің қызыңызды тартып алам дедім бе?
Емес екен. Оңбаған, енді не айтасың? Әй, сен анда құсап бақырайып тұрған соң, мына шалдың есі шығып кетті де, сол деп айтамын деп, емес деп қалды. Сен көзіңді жұмып тұр, ол анықтап көрсін. Оны қашан қорқыттың? Сен? Оның тілін ала салшы. Ақсақал, жақсылап қара. Осы іске бола, басымызды бәске тігіп қойғамыз. Мақұл. Бар. Бұлар емес екен. Олардың біреуі ұзын бойлы шегір көзді. Енді біреуі қасқабас болатын. Мұны екеуіне мүлде оқсамайды. Емес екен. Естідің бе? Оның айтқаны мен бекем? Әй, тақырбас есек. Ол әптен көріп алсын. Несін әкірің дейсің? Асықпа дейді, қашанғы тосамыз? Ол чал, асықпай көріп алсын. Қаражойпан, егер сенбей тұрсаң, осындағы күңдер мен малайларды түгел шақырсын. Солардан сұрайық. Дұрыс айтады. Леу ақсақал, малайларың мен күңдеріңді түгел шақырып кел. Емес екен. Емес екен.